Бір кісінің тұрмысы ауыр болып, тапқан азын-аулақ тиын тебенін ішер асына жетпей, қысқа жіп күрмеуге келмей қатты қысылады. Сонда әйелі оған үйдегі сатуға болатын заттарды түйіншекке орап, сатып, ақша қыл деп базарға жұмсайды. Әлгі кісі сатарын сатып, түскен ақшаға азық-түлік алуға беттегенде алдынан бір қайыршы шығады. 3 күннен бері тамақ жегенім жоқ, садақа берші деп сұрайды. Зат сатқан кісі жаны ашып, ақшасының жартысын қайыршыға бергелі тұрып, 3 күн тамақ ішпеген адамға бұл ақша не болады деп ойлайды да, ақшасын түгел береді. Үйіне келіп, әйеліне жағдайын баяндайды. Әйелі оны естігенде қуанып, дұрыс істегенсің, бүгін екеумізге жүрек жалғайтын нәрсе бар ғой, ертең тағы көре жатармыз дейді. Ертесіне тағы да үйдегі қалған заттарды базарға сатуға күйеуіне беріп жібереді. Күйеуі оны да сатып, қайтып келе жатқанда кешегі қайыршы қайта жолығады. Ей, қайырымды адам, сенің бергеніңмен жүрегім жалғанып, жағдайым жақсарып қалды. Дегенмен, бүгіндікке әлі тамақ ішкенім жоқ. Егер мүмкіндігің болса, тағы да қарайлас маған дейді. Кедей өзі азын-аулақ ақшасының жартысын қайыршыға беріп, жартысына бір балық сатып алып үйіне келеді. Әйелі балықтың ішін тазалап жатып, әй, әкесі, мұнда кел, біз енді баймыз. Міне, балықтың ішінен асыл тастар шықты деп қуана айқайлап жібереді. Екеуі теңіз маржандарын алақандарына салып, мәз-мейрам болып жатқанда есік қағылып, ар жағынан баяғы қайыршы көрінеді. Үй иесі оны құшақтап алып, енді сен де, мен де кедейліктен құтылдық, мына дүние екеумізге де жетеді дейді. Сонда қайыршы: дүниең өзіңе бұйырсын, мен қайыршы емеспін. Сені сынау үшін жіберген жаратқанның періштесімін. Алла саған риза болды. Сенің осы кең пейілің үшін сый жасады деп кеткен екен.